6 рет өз жұмысын бастап отырған көрме осы уақыт аралығында барлық отандық кәсіпкерлерді, өндіруші компанияларды, бизнес өкілдерін біріктіретін пайдалы алаңға айнала білді. Биылғы шараға өнеркәсіптің әр саласында қызмет ететін 350 отандық компания шақырту алды. Мемлекет басшысы атап өткендей, билік пен бизнестің сындарлы өзара іс-қимылы әлеуметтік тұрақтылықтың негізін құрайды. Осы бағытта үкімет мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігі мен ашықтығын арттыру бойынша жұмысты белсенді түрде жалғастыратын болады.